Саламатсыздар ма әріптестер? Оқу жылы соңында пән мұғалімдерінің күнделік кезекте жасайтын жұмыстары. Мектеп күнделік кезекке кіреміз, мектеп батырмасын басамыз, одан кейін есептер батырмасы. Есептерді басқадан кейін бағдарламаның орындалуы деген жерде пән бойынша мұғалімге деген бар. Осы батырманы басамыз. Пәнін таңдаймыз. Мысалға, география пәні. Мектеп бойынша пән мұғалімдерінің тізімі шығады. Мысалы, өзімді көретін болсам, толық жылды басамда есепті құрастыру батырмасын басам. Есепті құрастыру батырмасына, яғни мендегі сабақ беретін сыныптарым және сол жердегі пайыздарын көрсетеді. Мысалға, 8-ші артынан 36-36 100% жарияланған, ал қалған сабақтарым жарияланбаған. Демек, осыларды мен жариялап, есептерді осы жерден көріп, 100% жасауым керек.